Таңертеңгі кофе. Сіздің ағзаңызға жасалған алғашқы соққымыз. Бір шыны кофе, сосын екіншісі. Түске таман аузымыз кеуіп, басыңыздың соққылап ауырғанын сезесіз. Ал кешке айнаға қарағанда көзіміздің астындағы жаңа әжімді көріп, неге мен соншалықты тез қартайып жатырмын деп уайымдайсыз. Бұл сіздің ағзаңыздың сусыз қалып, іштей кеуіп жатқанының белгісі. Бүгін мен сізге аспириннен арзан, әсері жағынан бүкіл дәріхананы алмастыра алатын құпияны ашамын. Ол сіздің 6 бірдей ағзаңызды, бүйрек, тамыр, тері, қан, ішек пен сүйекті қайта тірілтеді. Жоқ, бұл қымбат биологиялық белсенді қоспалар емес. Бұл кәдімгі лимон қосылған су. Мен мұны білемін, кейде солай ішемін демеңіз, тоқтаңыз. Адамдардың 90%-ы оны ішіп жүрмін деп ойлайды, бірақ шын мәнінде өздерін улап жатыр. Олар пайданың орнына тіс эмалын ертіп, асқазанның кілегей қабығын күйдіріп, ағзасын тотықтырып жібереді. Лимон суын дұрыс қолданбаса, қолыңыздағы ең қауіпті қышқылға айналуы мүмкін. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге лимон суын қалай ішу керек екенін емес, онымен қалай ағзаны зақымдамай, керісінше жасару механизмін іске қосуды ғылыми тұрғыдан дәлелдеп беремін. Дайын болсаңыз, бастайық. Планетадағы әрбір 10-шы ересек адам бүйрегінде тас бар екенін сезбейде жүруі мүмкін. Кальций оксалатынан тұратын кішкентай кристалдар бүйрек тостағаншасында үнсіз өсе береді. Бірақ олар қозғала бастағанда науқастар ауырсынады. Бүгінгі таңда осы аурумен шалдыққандар саны соңғы 30 жылда 2 есеге артты. Барлық тастардың 80%-ы дәл осы кальций оксалаттары. Лимон, цитрус жемістерінің ішіндегі лимон қышқылының концентрациясы бойынша абсолютті рекордшы. Оның 100 граммында 49 грамм қышқыл бар. Бұл апельсиннен 5 есе көп. Лимон суын ішкенде қышқыл ағзада цитратқа айналады. Цитрат зәрдегі кальций мен оксалатқа қарағанда тезірек байланысады. Демек, ол тастың қалыптасуына жол бермей, оны бастапқы кезеңінде тосқауылдайды. Ірі рандомизацияланған клиникалық зерттеулердің нәтижесі. Күніне 120 мл жаңа сығылған лимон шырынын ішкен адамдарда тас пайда болу жылдамдығы 87% азайған. Бұл фармацевтикалық калий цитраты дәрісімен бірдей нәтиже береді. Бірақ дәрі ішкендердің 1/3-інде іш кебу, кекіру және диарея сияқты жанама әсерлер байқалады. Тот басқан шегені елестетіңізші. Темір тотыққан, сынғыш, әрі жарамсыз. Дәл осындай процесс біздің артерияларымыздың ішінде әр секунд сайын жүріп жатыр. Бұл тотығу стресі. Бос радикалдар тамыр қабырғаларын зақымдайды, ал сол зақымдалған жерлерге холестерин келіп жабысады. Мәселе холестериннің көптігінде ғана емес, тамыр қабырғасының зақымдалуында. Бір лимонда 35 мг С витамині бар. Бұл тәуліктік норманың жартысы. Лимонның құрамындағы гесперидин және эриоцитрин флавоноидтары нағыз құтқарушылар қызметін атқарады. Олар 3 бағытта жұмыс істейді. Бос радикалдарды бейтараптап, қан тамырдың тотығуын тоқтатады. Артерияның пегіс бұлшықеттерін босаңсытады. Азот оксидінің өндірілуін ынталандырады. Азот оксиді тамырды табиғи түрде кеңейтетін ең маңызды молекула. Гипертония бойынша жүргізілген зерттеулерінде лимон шырынын бір рет қабылдағаннан кейін систолалық және диастолалық қысымның 2 сағат ішінде айтарлықтай төмендегенін көрсетті. Гесперидин ангиотензинге айналдырушы ферменттін блоктайды. Дәл осы фермент тамырлардың тарылуына жауапты. Қан қысымын түсіруге арналған ең танымал дәрілер тобы дәл осы принциппен жұмыс істейді. Лимон дәрі сияқты агрессивті емес. Ол бұл қызметті жанама әсерсіз әрі табиғи түрге атқарады. Біз ұйықтап жатқанда ағзамызда үзіліссіз қайта құру процестері жүреді. Алайда уақыт өте келе біздің ішкі тірегіміз коллаген азая бастайды. Коллаген бұл терінің, шемішектің, тамыр қабырғаларымен байламдардың беріктігін сақтайтын негізгі ақуыз. 40 жастан кейін коллагеннің бұзылу жылдамдығы оның түзілуінен басым түседі. Ал 50 жастан асқанда бұл алшақтық тіпті үдей түседі. Коллагенді ғимараттың ішіндегі темір арматурамен салыстыруға болады. Егер арматура тотығып, жемішкеріп кетсе, қабырға сырттай бүтін көрінгенімен алғашқы соққыдан шытынап сынады. Біздің теріміз, буындарымыз бен тамырларымыз да дәл осындай күй кешеді. Ағза коллагенді өндіру үшін 3 негізгі компонент қажет. Амин қышқылдары, мырыш және С витамині. С витаминсіз коллаген молекуласы құралмайды. Коллаген талшықтарын берік үштік спиральға айналдыратын арнайы ферменттер, пролил және лизил гидроксилаза әр кезеңде С витаминінің көмекші құрал, кофактор ретінде талап етеді. Медицинада С витаминінің мүлдем болмауымен оңтайлы деңгейдің арасында үлкен бір сұр аймақ бар.
Адамдардың басым бөлігі дәл осы аралықта өмір сүреді. Олар нақты ауру емес, бірақ ағзада аскорбин қышқылы жетіспегендіктен коллаген толық синтезделмейді. Нәтижесінде тері ерте солады, буындар сықырлай бастайды. Кез келген жара ақталап жазылмайды. Таңертеңгілік бір стақан лимон суы осы орындарды үнсіз толтырып, коллаген фабрикасын іске қосады. Темір тапшылық анемиясы әлемдегі ең жиі кездесетін мәселелердің бірі. Әрбір 4-ші адам ағзасында темірдің жетіспейтінін білмей жүреді. Симптомдары бәрімізге таныс. Ұйқыдан тұрған соң басылмайтын шаршау, терінің бозаруы, жылы бөлмеде де қол аяқтың мұздап жүруі және кенет орныңыздан тұрғанда бастың айналуы. Көбі мұны жасқа, стреске немесе ұйқының қанбауына жаба салады. Бірақ негізгі мәселе ішектен қанға өте алмай тұрған темір молекуласында. Тағамда темірдің екі түрлі болады. Гемді темір, ет пен балықта болады, ағзаға жемілсімеді. Гемді емес темір жармаларда, бұршақтар мен көкөністерде болады. Ол ішектің қалыпты ортасында ерімейтін 3 валентті формада болғандықтан өте нашар сімеді. Міне, осы жерде лимон көмекке келеді. Лимон құрамындағы аскорбин қышқылы 3 валентті темір молекуласын ұстап, оған 1 электрон береді де, оны ергіш 2 валентті формаға айналдырады. Бұл химиялық реакция темірдің сіңуін 2-ден 6 есеге дейін арттырады. Лимон қышқылы темірдің сіңуіне кедергі келтіретін заттарды, жармадағы фитаттарды және шай мен кофедегі полифенолдарды бейтараптайды. Егер сіз тамақты шаймен ішуге дағдыланған болсаңыз, темірдің ішекте тұрып қалуына себепші боласыз. Ал егер тағамыңызға бір тілім лимон шырынын сықсаңыз, сол кедергіні бірден бұзасыз. Менің сіздерге айтар кеңесім: қарақұмық, жасымық, яғни чечевица немесе шпинат жегенде міндетті түрде лимон шырынын қосыңыз. Оны тамақтан кейін емес, тамақтану кезінде қолдану маңызды. Темір 12 елі шекке жеткен сәтте оның сіңуіне жағдай жасап үлгеру керек. Дәл уақытында пайдаланылған 1 кілем лимон сіздің ағзаңызға бірнеше есе көп темір сыйлайды. Көпшілік адамдар біле бермейтін факт: көңіл күйге, ұйқы мен тәбетке жауапты серотонин гормонының 95% мида емес, ішекте өндіріледі. Біздің ішегіміз кез келген уақытта кезбе жүйке арқылы мимен байланысып тұратын екінші ми. Сондықтан ішек жұмысы бұзылса, сіз оны тек іштің ауруымен емес, мазасыздықпен, ұйқысыздықпен және себепсіз мұңмен сезінуіңіз мүмкін. Уақыт өте келе асқазандағы тұз қышқылының бөлінуі азаяды. 60 жастан асқан адамдардың 3-тен 1-інде қышқылдық деңгейі нормадан төмен болады. Нәтижесінде тамақ нашар қорытылады. Қоректік заттар толық сіңбейді. Ішекте ашу процестері басталып, іштің кебуіне, газға және тамақтан кейінгі ауырлыққа себеп болады. Аш қарынға ішілген жылы лимонды су ас қорыту жүйесін алғашқы тамаққа дайындайтын тамаша әдіс. Ол асқазан бездерін ынталандырып, тұз қышқылы мен өттің бөлінуіне түрткі болады. Бұл ем емес, бұл кәсіби спортшының жарыс алдындағы бұлшық еттерін созып қыздыруы секілді ас қорыту жолдарын іске қосуы. Ғылыми зерттеулер лимон шырынының тағы бір маңызды қызметін анықтады. Ол асқазанның босатылуын баяулатып, гликемиялық жауапты төмендетеді. Демек, тамақтан кейін қандағы қант деңгейі кенет көтерілмей, бір қалыпты сақталады. Бұл әсіресе инсулинге төзімділігі бар жандар үшін өте маңызды. Лимон суы қанттың секіруін тежейтін табиғи тежегіш қызметін атқарады. Статистика бойынша, әрбір 10 ересек адамның 7-і созылмалы сусыздану жағдайында өмір сүреді. Бұл адамдағы ауыр хал емес, бірақ ағзаға тигізер зардабы зор. Қан қоюланады, буын сұйықтығы тұтқыланады, бүйрек сүзу қабілетін баяулатады, ал теріміз өз жасымыздан кәрі көрінеді. Мұндай жұмсақ сусыздану адамды бірден өлтірмейді, бірақ өмір сапасын күн сайын миллиметрлеп ұрлайды. Ғылыми факт: ірі мета-анализ қорытындысы көрсеткендей, тәулігіне 2 литр зәр шығаратын адамдарда бүйрек тасының түзілу қаупі басқаларға қарағанда 50%-ға төмен. Мұндай нәтижеге жету үшін күніне шамамен 8-10 стақан сұйықтық ішу қажет. Созылмалы сусыздану жоғары қан қысымының басты факторларының бірі. Ағзада айналымдағы қан көлемі азайғанда, тамырлар өмірлік маңызды органдарды қанмен қамтамасыз ету үшін рефлекторлы түрде тарыла бастайды. Сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу бұл артериялардың еркін тыныстап, босаңсуына мүмкіндік беру деген сөз. Лимон суын ішер алдында 4 ережені есте сақтаңыз. Су жылы болуы тиіс, 40 градус, қайнап тұрған ыстық су. С витаминін бұзып, пайдалы сусынды жай ғана қышқылданған сұйықтыққа айналдырады. Дайым қаптамадағы шырындарды қолданбаңыз. Оларда консервант көп, ал дәрумен жоқ. Лимонды ішер алдында ғана тіліңіз. С витамині
ауамен жанасқанда тез тотығады. 30 минуттан кейін оның пайдасы азаяды. Бір стақан суға 200-300 мл суға жарты лимонның шырыны жеткілікті. Күніне 2 лимоннан артық қолдану асқазанның шырышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. Таңғы астан 20 минут бұрын аш қарынға ішеміз. Жылы су ішек моторикасын оятса, лимон қышқылы асқазан бездерін жұмысқа дайындайды. Дәрігерлік лайфхак. Лимонның қабығын тастамаңыз. Оның құрамында қабынуға және обырға қарсы белсенділігі дәлелденген Д-лимонен заты бар. Лимонды суға аздап үккіштен өткізілген қабығын қоссаңыз, сусынның құндылығы 10 есе артады. Тек алдын ала лимонды содамен немесе жылы сумен мұқият жууды ұмытпаңыз. Маңызды ескерту. Тіс саулығы. Тіс эмалі адам денесіндегі ең қатты, бірақ қышқылға ем осал тін. Ол қалпына келмейді. Лимон шырынының pH деңгейі өте төмен 3-тен ас. Бұл тістің қажалуына әкелуі мүмкін. Сусынды міндетті түрде сумен сұйылтыңыз. Бірге 5 пропорциясы. Түтікшемен, яғни трубочка ішіңіз. Сонда қышқыл тіске аз тиеді. Ішіп болған соң, аузыңызды таза сумен шайыңыз. Лимон суын ішкеннен кейін 30 минут бойы тіс тазаламаңыз. Қышқыл жұмсартқан эмальді щеткамен үгітіп алуыңыз мүмкін. Егер сізде рефлюкс немесе қыжыл болса, лимон қышқылы тітіркенуді күшейтуі мүмкін. Бұл лимоннан бас тарту керек деген сөз емес. Тек алдымен рефлюкстің себебін емдеп, содан кейін ғана қышқыл сусындарды абайлап енгізу қажет дегенді білдіреді. Лимон суы сиқырлы дәрі емес. Ол бір күнді гипертонияны емдеп, немесе үлкен тасты ертіп жібермейді. Бұл жинақтаушы әсері бар әдет. Тіс тазалау сияқты. Нәтижесін уақыт өткен соң сезінесіз. Буындарыңыз сыр бермей, бүйрегіңіз таза болып, теріңіз жарқырап тұрғанда түсінесіз. Лимон сыртынан қышқыл болғанмен, ағза ішінде сілтілік әсер береді. Оның қышқылдары метаболизм барысында бикарбонаттарға айналып, зәрді сілтілейді. Бұл сиқыр емес, бұл биохимия. Құрметті көрермендер, бір стақан жылы су, жарты лимон және 7 түрлі пайда. Бұл әдет сізге бір тиында тұрмайды, бірақ денсаулығыңызға салынған ең үлкен инвестиция. Егер ақпарат пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылыңыз. Өзіңізді күтіміз. Сізбен бірге болған Мирас Ерланұлы.